Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз сан есім. Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сан есімнің сұрақтары: қанша, неше, нешінші. Мысалы, 5, 7, 6, 1, 2. Тағы сол сияқты сөздер сан есімге жатады. Сан есім морфологиялық құрамына қарай екіге бөлінеді. Негізгі сан есім, туынды сан есім. Негізгі сан есім дегеніміз есімдер қатарына тек қана есептік сандар жатады. Мысалы, 1, 2, 3, тағы басқа. Ал туынды сан есім негізгі есептік сан атауларына ыншы, ау, ер, тай қосымшалар қосылу арқылы жасалады. Мысалы, 1, бірінші, 10, оныншы, 2, екеу, 6, алтау, 1, бірер, 40, қырықтай, 50, елудей. Тағы сол сияқты сөздер туынды сан есімге жатады. Сан есім мағынасынан қарай 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, бөлшектік сан есім, топтау сан есімі және болжалды сан есім. Есептік сан есім дегеніміз заттың нақтылы санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 6, 4, 64 және тағы басқа сөздер есептік сан есімге жатады. Есептік сан есімдер дарада, күрделі де болып, сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. Ал реттік сан есім дегеніміз заттың саналу ретін білдіріп, қаншасыншы, нешінші деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есімдер есептік сан есімдерге дауысты дыбысқа бітсе, нышы, ніші дауыссыз аяқталса, ыншы, інші жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 2, 4, 3, 6. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейін есептік сан есімдерге ау, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дауысты дыбысқа бітетін 2, 6, 7 деген есептік сан есімдерге ау, еу жұрнағы жалғанғанда түбірдің соңындағы дауысты дыбыстар түсіріліп қолданылады. Мысалы, 2, еу, екеу. Бөлшектік сан есімдер заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екіге бөлінеді. Жай бөлшек сандар екі есептік сан есімнің бөлімі шығыс немесе ілік септікте, алымы тәуелділік тұлғада жұмсалады. Мысалы, 3-тен 1, 5-тен 1. Тағы сол сияқты бөлшектік сан есімдер есептік сан есімге жарты, жарым, 3, ширек деген сөздер жатады. Топтау сан есімі заттың санын жекелеп емес, топтап көрсетеді. Нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Топтау сан есімдер дара сан есімдер мен қосарланған сан есімдерге шығыс септік жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 5-тен, 30-дан, 70-80-нен, 6-6-дан. Болжалдық сан есім дегеніміз заттың санын білдірмей, шамамен болжалдап көрсетеді де, қанша, неше, қай шамалы қаншадан сияқты сұрақтарға жауап береді. Болжалды сан есім бірнеше жолмен жасалады. Мысалы, 40-қа жуық, 50 шақты, 30-ға тарта. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.